Сәлем достар, бүгін біз сізге және бір қызықлы тема үстінде сөз жүретеміз. Қарақалпақстан табиаты. Оның әсірлер дауамындағы өзгерістері, келбеті һәм бүгінгі көрінісі хақында сөйлесеміз. Егер бұл тема сізге қызық болса, экран алдына еледе жақынырақ жайғасып алың. Жайхонның білім суына сүңгуге даяр болсаңыз, біз басладық. Амудария ойпатында жайласқан бұл аймақ әсірлер дауамында табиғи тең салмақтылықты сақлап жоғалтпай келген. Шығыста Қызылқұм, батыста Үстірт. Har бірі өзіне тән экосистема. Бұл жердің климаты қатаң, жазы құяшлы, ыссы, қысы болса самалы һәм суық келеді. Бірақ осы климатты да таң қаларлық өмір жасайды. Сонда айтып өтуіміз керек, бұл табиғатта қарама-қарсылықтардың үйлесімі бар. Құрғақлықта да өмір толқынланып тұрады. Қарақалпақстан Өзбекстанның ең үлкен һәм ең өзгешеліклі аймақтарынан бірі. Ұлыма майданы бойынша мемлекет аймағының шамамен 37%-ын иелейді. Географиялық жақтан ол Әмудария дельтасы, Қызылқұм шөлі, Үстірт платосы һәм Қарақұммен шекаралас. Бұл жердің тек арғы табиғи зонасы құрғақ шөл һәм ярым шөллерден барады. Бірақ сонымен бірге Әмудария дельтасы өмірдің жүрегі саналады. Бұл су аймағы орайлық Азиядағы ең үлкен табиғи дельталардан бірі болып, ол тарихта Орта Азияның Нил дариясы деп аталып келген. Жазда температура плюс 45 Цельсияға шекем көтерілуі мүмкін. Қыста болса минус 25 градусқа шекем түседі. Жауын-шашын жыл дауамында орташа 100-150 миллиметрді құрайды. Бұл болса құрғақ климатты және де қаталластырады. Сол себеплі бұл аймақта жердің әр бір қарысы табиғат тарапынан сақланған байлық есептелінеді. Шөлдердегі өсімдіктер һәм хайуандар соған бейімдескен. Олар сусыз жасауды біледі. Жоғары температураға да шыдамлы. Амудария Қарақалпақстанның өмір тамыры. Бұл дария өзінің жүздеген көлшіктері, жері һәм суғарылмайтын жерлері арқылы бүткіл экосистеманы сақлап қалады. Бірақ соңғы 50 жылдағы адам тәсірі, су алу саясаты һәм Арал теңізінің құрып баруы бұл табиғи системаға үлкен зиян жеткерген. 1970 жылларға шекем Қарақалпақстандағы көллер, Суточи, Қамслы-Базан, Ақшакөл сияқлы көллер биологиялық әртүрлілік орайы болған. Олар бүгін яқы құрып кеткен, яқы кішірейіп қалған. Үстірт платосы сырттан қарағанда құрғақ һәм жасаушысыз көрінсе де, ол жүздеген эндемик, яғни тек осы жерде ғана ұшырасатығын өсімдіктер һәм хайуанлар үшін қолай мәкан. Бұл жерде сайғақ, қарақал, жейран һәм хаттекі жыланлардың да сирек ұшырасатығын түрлері ұшырасады. Қызылқұм һәм Қарақұм шөллерінде де құмтас өсімдіктері, сексекүл, жусан сияқлы шөлге бейімлескен өсімдіктер өмір сүреді. Олар суды сақлап қалу қабілетіне ие һәм шөлді эрозиядан тоқтатады. Ахмет қарататығын тарапы сонда қатты ең құрғақ жерлерде де тіршілік бар. Бұл табиғат тек адамның тұрмыс тарзіне емес, ал милли ауқатлар, архитектура һәм әрқилы үріп әдетлеріне де тарих дауамында тәсір көрсетіп келген. Мәселен, сексеуілдің отында пісірілген ауқатлардың иісі һәм дәмі айрықша ажыралып тұрады. Бұны тек қана жергілікті халықлар терең түсініп байқауы мүмкін. Бұл жерде әр бір тас, әр бір самал, әр бір бұтаның өз тарихы һәм гүржіңі бар. Қарақалпақстанның флорасы қатаң ықылым шараятына қалыптасқан өмірдің жанлы үлгісі. Бұл аймақтағы шөллер, ярым шөллер, сондай-ақ дария бойы аймақтары өзіне тән өсімлік түрлерін берген.
яғни сексеуіл, жүзгін һәм басқа да құрғақлыққа бейімдескен өсімдіктер көп жылдар дауамында топырақты бекемлеп, эрозиядан сақлап келген. Амудария дельтасы болса өтміште мол сулы көллер және де көп түрдегі отлақлар менен белгілі болған. Және де ол жерлерде қамыслықлар, жиделіклер һәм сораңлықлар да пайда болған деуіміз мүмкін. Дәуірлер өтіп ауыл қожалығының рауажлануыменен болса көплеген флора түрлерінің жоғалып кету қаупі дос келген. Бірақ көшпелі құмлардың арасында елі өмір қайна батыр деуіміз мүмкін. Қарақалпақстанның өсімліктер дүниясы орайлық Азиядағы ең әпсаналы һәм бейімлесуші экосистемалардан бірі болып табылады. Бұл аймақта әрқилы геоботаникалық зоналар кесіліседі. Құрғақ шөллер, ярым шөллер, дельта һәм дария бойы отлақлары, үстірт платосы, қызылқұм һәм қарақұм шөллеріндегі тикарға өсімлік түрлері қатарында сексеуіл, жүзгін, пиязық, адыраспан, сораң, шорба һәмде жыңғыл сияқлы шөл өсімліктері бар. Сексеуіл аймақтың нышанына айланған сусыз, қатты самалы шариатта да жасай алатұғын ағаш тәрізлі өсімлік. Ол тек қана шөлді эрозиядан сақлап қалмай, ал шөл хайуанлар үшін пана һәм азықлық вазипасында атқарады. Пиязық һәм жүзгін өсімліктері шор һәм құрғақ топыраққа шыдамлы болып, ол бүткіл үстірт һәм қызылқұм аймағында кең тарқалған. Олар суды тамырда сақлайды. Сессіз, бірақ өмір үшін ахметлі вазипаны атқаратұғын өсімліктер қатарында. Дария бойы аймақларында болса жиде тоғайлары, қамыслықлар, әр түрлі тереклер, тұт, сора һәмде отлақлар ұшырасады. Амудария дельтасында бұрын онлаған көллер болып, олардың атрапында көп шөплер, құслар һәм хайуанлар үшін мұхаддес мәкан болған. 20-ші ғасырдың екінші ярымына келіп сулардың кескін қысқаруы, Арал теңізінің құруы һәм дария бағдарларының өзгеруі нәтижесінде көплеген өсімлік түрлері жоғалу қаупіне дус келеді. Атап айтқанда, қамыслықлар қысқарды, жиде тоғайлары құрып барды, сора зоналары кеңейді. Ботаникалық мағлұматларға болып, 1000-нан астам өсімлік түрлері тізімге алынған. Олардың көпшілігі эндемик, тек осы жерде ұшырасайды. Олар арасында эпхедра стробилацея, жасмин тәрізлі, ферула, яғни азғауқат һәм емлеу құралы сипатында, зигопхилиум, адыраспан түрлері сияқлылар да бар. Этноботаникалық зерттеулерге қарағанда, Қарақалпақ халқы табиатта ұшырасатқан көплеген өсімліктерді емлеу мақсатында пайдаланған. Мәселен, адыраспан рухи пәклену ұшында пайдаланған. Жиде мейвелері һәм гүллері инсан ауқатлану һәм байрам ауқатларының бір бөлегі болған. Қызық тарапы сонда хатте сирек ұшырасатұғын пустахор, шорбас өсімліктердің ішінде де су сақлау қабілетіне ие болып, хайуанлар һәм құслар үшін тіршілік дерегі болып келген. Аймақта шорлану дәрежесі жоғары болғанлықтан көплеген өсімліктер шорға шыдамлы тәрізде қалыптасқан. Олар экосистемада топырақты тіклеу, топырақ ылғалдығын сақлау һәм шөлге қарсы күресуде ахметлі орын иелейді. Бұл өсімліктер қатарында халоцинемум, каледиум, салицорния сияқты түрлер де бар. Қазіргі дәуірде флораны қорғау, қайта тіклеу, сексеуіл тоғайларын көбейту һәмде биологиялық көптүрлілікті сақлау бойынша халықаралық һәм жергілікті бағдарламалар әмелге асырылмақта. Экотуризм, экологиялық білімлендіру һәм халық білімлеріне тикарланған қатынаслар үлкен ахметке ие болмақта. Қарақалпақстанның климаты бір сөзбенен айтқанда адам һәм табиат ортасындағы күреске ұқсайды. Бұл жерде жазы ысы һәм құрғақ, қысы ызғарлы һәм суық. Температура плюс 45 градусқа шекем көтерілуі мүмкін, ал қыста минус 25 градусқа шекем түседі. Бұл дегені жауын-шашын жылына тек қана 100-150 мм болады. Сондықтан су тіршіліктің тикарғы дерегі бұл жерде ахметлі орынға ие. Амудария болса бұл климаттың тикарғы өмір тамыры.
сондай ақ самаллар тұрақлы қонақ және де әсіресе үстірт платосы һәм Қызылқұм атрапында. Бұл жердегі климат кескін, яғни жаз бенен қыс арасында үлкен парқ бар. Жаз айларында температура атап өткеніміздей плюс 40 градустан жоғары болса, айрым жерлерді плюс 45 градусқа шекем көтеріледі. Қыста болса минус 20, хаттегі минус 30 градусқа шекем суық болуы мүмкін. Сол себеплі бұл аймақ қыста суық, жазда болса от деп тарифленеді. Жылылық жауын шашын орташа 100-150 мм атрапында болады. Бұл шөл климатындағы әдеттегі мұғдар есапланады. Жауын декарынан бәхар һәм күз айларында жауады. Орташа хауа ылғалдығы төмен. Бұл болса су тапшылығы һәмде құрғақшылықтың декарға себеплерінен бірі. Бұл климат шараяты шөл һәм ярым шөл өсімліктеріне кең тарқалу имканиятын береді. Қарақалпақстанда самаллар жүдә белсенді. Үстіртте һәм Қызылқұмдағы самаллар кейде күшлі шаң тозаң алып келеді. Әсіресе бахар һәм жаз басларында бұл жағдай бақыланады. Әлеми мағлұматларға қарағанда бұл аймақта самаллар жылына орташа 120-150 күн жедел еседі. Бұл құрғақшылық, топырақ эрозиясы һәм хаттегі хауа райы тең салмақтылығына тәсір етеді. Амударияның бай болуы бұл климат шариятында тіршілік үшін текарға дерек болып қызмет еткен. Оның дельтасында микроклимат қалыптасады. Бұл жерде жоғары температурада да біраз ылғалдық сақланады. Арал теңізінің құруыменен Қарақалпақстан климаты және де қатаңласты. Хауадағы ылғалдық төмендеді, топырақтың шорлануы күшейді һәм жергілікті климат контрасты және де артып кетті. Бұл өзгерістер тек қана флора һәм фаунаға емес, ал адам саламатлығы, ауыл қожалығы, хаттегі миграция процесслеріне де тәсір етті. Климаттың өзгеруі себеплі айрым өсімліктер һәм хайуан түрлері жоғалып кету қауіп астында қалды. Сексеуіл тоғайлары қысқарды, хайуанлар көшіп кетті, дария бойы экосистемалары халсіреді. Бірақ сондай қатаң климат жағдайында да өмір тоқтап қалмады. Ауыл қожалығында көбірек құрғақшылыққа шыдамлы егілер, қияр, жүгері, лобия, айғабағар сияқтылар өсіріледі. Жүзім һәм қарбыз сияқлы өнімлер де мол, бірақ бұл жағдайда әрбір тамшы су, әрбір терек һәм әрбір самал ахметлі. Амудария делтасы бұл өмір тамыры деуіміз мүмкін, бірақ онда да кескін су азайып бармақта. Арал теңізінің құруы экологиялық апатшылықты келтіріп шығарды. Су дәрежесінің төмендеуі, сондай-ақ топырақтың шорлануы һәм шаңлы боранлар бүгінгі тұрмысты қиынластырып бармақта. Қамсылықлар һәм көллерде құрып бармақта, ал көптеген хайуанлар болса өз мәканын жойытқан. Бірақ үмітте бар, яғни қайта тіклену жойбарлары және де сексеуіл егу жұмыслары һәмде сайғақты қорғау бағдарламалары белсенді алып барылмақта. Бірінші, сексеуілді тіклеу жойбарлары қайта һәм қайта айтып өтілген нәрсе. Олар арал түбінде сексеуіл егу арқылы топырақты туры бекемлеу, шорлануды азайту һәмде шаңды тоқтатуға қаратылған. Екіншісі, сайғақларды қорғау. Бұл хайуанлар экологиялық тең салмақтылықта шешуші роль ойнайды. Үшіншісі, қайта суғару, көлдер системасын қайта тіклеу һәм Амударияның табиғи ағысын сақлап қалу ilajlari. Jahon banki, ЮНЕСКО сияқлы халықаралық шөлкемлер бұл жойбарларды қоллап-қуатламақта. Сонымен бірге жергілікті белсенділер һәм ілімпазларда белсенді қатынаспақта. Экотуризм, экологиялық білімлендіру һәм балалар үшін биология бағдарлары арқылы бұл мәселелер кең жәмиетшілікке көтерілмекте. Амудария дельтасы қазіргі уақытта ең азы, бірақ ең ахметлі экосистемалардан бірі. Оны сақлау бүткіл регионның экологиялық қауіпсіздігін тәминлеу дегені. Халықаралық шөлкемлер, жергілікті белсенділер һәм халықтың біргеслесуінде әмелге асырып отырған экологиялық жойбарлар соңғы жылдарда ұнамлы нәтиже бере бастады. Табиатты қорғау бұл тек қана экологлардың ісі емес, бұл ұлыма бұқаралық міндетке айланған. Ілімпазларда, оқушыларда, диқанларда, хамилдарларда бұл мәселеге бейпаруа емес. Келешек бүгіннен басталады. Егер бүгін әрбіріміз табиатқа әтібарлы болсақ, оның тарихтағы көрінісін және қайтару мүмкіншілігіне ие боламыз. Миллионлап жылдар дауымында бұл жерде теңіздер қаплап, мамонтлар жүріп, сайғақлар шөллерден өткен. Және де әрбір терек, әрбір құс һәмде әрбір самал шамшырақтай гүррің айтады. Бүгінгі күн болса бізден тек қана жауап талап кетпекте.
табиғат тек қана оны көру емес, ал қорғауды да талап етеді. Біз табиғатқа қожайын емеспіз, қонақпыз. Бір қонақ әрдайым хүрметпенен қалу керек деп ойлаймын. Қарақалпақстан табиғаты геологиялық өтміштен басылап заманауи экологиялық күреске жекемгі үлкен көрініс. Үстінде мамонтлар жүрген жерлерде қазір сексеуілер өседі. Арал орнында шөл пайда болған, бірақ үмітте осы жерде. Бұл жерде табиғат аңсатлықпенен жасамайды. Ол күреседі, сабыр етеді, бейімдеседі, ал адамда табиғаттай болуы керек. Егер біз қорғамасақ, өтміш қайтып келмейді. Бір терек бұл ертеңгі хауа, бір сайғақ бұл биологиялық тең салмақтылық. Бір іс-әрекет тарих алдындағы жауапкершілігіміз. Бұл жерде жасау оған қызмет ету демек. Бір бала табиғатты сүюі, бір шаңырақ оны аңлауы керек. Егер бүгінгі санымыз сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, һәм достарыңызға жіберіп қоюды ұмытпаң. Сіз сұраған, сіз қалеген, һәм сізге қызықлы болған темалар үстінде біз ізденуді дауам етеміз. Жайхунның білім суынан алысласпаң, бізді бақылап барың. Кейінгі саналарда көріскенше саламат болың.